Адамдар таңертеңгілік немесе күнделікті тіс тазалау кезінде тіл астында ақ немесе сарғыш жабындыны байқайды. Мұны жай ғана тағам қалдығы деп ойлап мән бермейді. Бірақ шындығында тіл астындағы жабын асқазан, бауыр, иммундық жүйе және тіпті қатерлі ісік ауруларының алғашқы белгісі болуы мүмкін. Тіл астындағы жабындының қауіпті түрлері. Ақ қалың қабыршақ тәрізді жабынды. Бұл жиі асқазанның қышқылдығы бұзылғанда гастрит кезінде байқалады. Сарғыш жабынды. Бауыр мен өт жолдары ауырып тұрғанын білдіреді. Кейде гепатиттің ерте кезеңінде де осылай көрінеді. Қатты жазылмайтын ақ түйіндер. Бұл тіл рагы немесе лейкоплакия деген қауіпті дерттердің белгісі болуы мүмкін. Неден пайда болады? Иммунитеттің әлсіреуі. Ауыз қуысындағы микрофлораның бұзылуы. Бауыр мен асқазан аурулары. Темекі шегу және ішімдікті көп қолдану. Ауыз қуысының жеткіліксіз гигиенасы. Не істеу керек? Тілді күн сайын тазартып өзіңізді бақылаңыз. Егер жабынды бірнеше күннен кейін де кетпесе, дәрігерге көрініңіз. Гастроэнтеролог немесе оториноларингологқа бару маңызды. Ауру бастапқы кезеңінде анықталса, оны толықтай емдеуге болады. Дұрыс тамақтану, су ішу, ауыз қуысының тазалығы басты шаралар. Қорытынды. Тіл денсаулық айнасы. Оның астындағы кішкентай ақ жабында үлкен дерттің белгісі болуы мүмкін. Ерте байқап, ерте әрекет етіңіз. Кейде өміріңіз соған байланысты болуы мүмкін.